Баршаңызға қайырлы күн. Менің гүл сүйер сүйікті оқырмандарым. Мен бүгін сіздерге анториум ер бақытты күтімді қажет ететін гүл. Ең бастысы бұл гүлді тікелей күн көзінің түсуінен сақтап көлеңке жерде ұстағаныңыз жөн. Ылғалдылықты жақсы көретін еркектер гүлінің айналасын күніне 2 рет сумен бүркіп тұру керек. Ескертетін жайт, бүркіген су тамшылары гүлдің жапырағына тимегені абзал. Еркектің бақыты гүлін жаз айларында 3-4 күнде 1 рет суғару керек. Ал қыс мезгілінде аптасына 1 рет суғарсаңыз жеткілікті. Егу және көбейту әдісі жылына 1 рет көктемде ауыстырып отырғызуға болады. Гүлдеп тұрған еркек бақытының шоқ бұтасын 2-ге бөлу арқылы көбейтуге болады. Күтімі жақсы гүл 3 жыл өмір сүреді. Одан кейін жапырағы мен гүлі сарғайып солады. Биологиялық сипаттамасы бойының биіктігі түрлеріне қарай 2 метрге дейін болады. Бір анториум 5-6 гүлге дейін шығарады. Анториум өзінің әдемі гүлдерімен ерекше бағаланады. Гүлдерінің түсі ақ, қызғыл және жылтыр күлгін болады. Дәл ортасынан ұзыншақ негізгі гүл күлтесі шығады. Анториумның негізгі гүлі осы ортасындағы гүл күлтесі. Ол ұсақ бірнеше гүлдерден құралады. Гүлдерінің астындағы қосымша гүлдері шар тәрізді, жиектері сыртқа қарай айырылып тұрғандай көрініс береді. Олардың диаметрі 10-20 см, жапырақтарының ұзындығы 30-40 см, жүректің пішініне ұқсайды. Негізінен анториумның 800-ге жуық түрлері бар. Отаны оңтүстік Африканың тропикалық аймақтары. Анториум сүйікті гүліне айналған себебі ол гүл шоғырларында ұзақ уақыт солмай тұрады. Түстері әрі алуан. Егер анториум гүлін үйде өсіргіңіз келсе, оған лайықты орын тапқаныңыз дұрыс. Жарығы. Анториумға жарық немесе ала көлеңке жер қажет. Қыс кезінде жарықты мол қажет етеді. Жылу жел өтетін жерден сақтау керек. Бөлме температурасының қалыпты болғанын қалайды. Суғарылуы. Топырағы құрғаған кезде ғана суғару керек. Артық суғарған зиян, тамырды шіріп кетеді. Ылғалдылығы. Анториум үшін бөлмедегі ылғалдылық мөлшері 60 градус болу керек. Яғни оған күніне 2 рет таңертең және кешке су шашып тұру қажет. Қоректендірілуі. Минералды тыңайтқышпен 2-3 аптада 1 рет қоректендіресіз. Әрине, органикалық тыңайтқыштар да гүлдің жақсы өсуіне ықпал етеді. Аурулары мен зиянкестерге көп шалдыға бермейді. Дұрыс күтім болмаған жағдайда өсімдік бетіне шалдығып, сабақтары мен гүлдері шіріп ауыруы мүмкін. Көбейтілуі. Ең тиімдісі түбін бөлу арқылы көбейту. Оны тұқымы арқылы тек көп мөлшерде алу үшін көбейтеді. Анториум аурулар қалай емдеуге болады? Анториум ең әдемі жабық гүлдердің бірі болып саналады. Ол өзінің үлкен жылтыр жапырақтарымен және түпнұсқа балауыз гүлдерімен жақсы көрінеді. Ол өсімдіктің табиғи ортасы тропикалық ормандар. Осыған байланысты қалалық пәтерлерде анториум өсіруде қиындықтар туындайды. Анториум мәңгі жасыл өсімдік. Оның жапырақтары ашық және жылтыр. Сондықтан ол дұрыс күтім жасамай ауырады. Көбінесе белгілері жапырақтары пайда болады. Анториум аурулары 2 топқа бөлінеді. Инфекциялық емес, жұқпалы. Жұқпалы емес аурулар басқа үй өсімдіктеріне таралмайды. Олар дұрыс ұстау жағдайларының нәтижесі. Аурудың көзі жойылғанда анториум қалпына келеді. Егер күтім кезінде жасалған бұзушылықтар түзетілсе және гүл әлі де ауыра берсе, онда бұл жұқпалы ауру. Егер сіз анториум жапырағының ауруларын диагностикаламасаңыз және емдеуді қысқа мерзімді үйренбесеңіз, басқа жабық гүлдер де ауырып қалады. Жапырақтардың деформациясының сипаты бойынша сіз флорист күтімінде қандай қателікті жібергенін біле аласыз. Уақыт өте келе қара дақтар жарықтың болмауын
көрсетеді. Бұл аурудың жанама белгісін жапырақтардың бозаруы деп санауға болады. Емдеу үшін гүл құмырасын жарқын жерге көшіру керек. Шамадан тыс жарық бірдей дақтарды тудыруы мүмкін. Жазда тікелей күн сәулесі күйікке әкеледі. Бұл жағдайда өсімдіктің жапырақтары түтікке айналады. Анториумды терезесінен бөлменің тереңіне шығару керек. Жапырақтардың сарғаюы суарудың қаттылығы жоғары сумен жүргізілетінін көрсетеді. Зақымдалған жапырақтарды алып тастау керек, ал суарудан бұрын суды сүзгіден өткізгеніңіз немесе кем дегенде 1 күн қойып қойғаныңыз дұрыс. Әлсіз өсу мен гүлдерінің болмауы өсімдіктің тамақтануға мұқтаж екенін көрсетеді. Жапырақты тот анториумды ең таралған инфекциясы алдымен ауру жапырақтардың төменгі жағында қызыл борпылдақ тығыздау түрінде көрінеді. Содан кейін вирус жапырақтардың алдыңғы бөлігіне де зақымдайды. Көп ұзамай жапырақтар толығымен апельсин дақтарымен жабылып түсіп кетеді. Зақымдалған жапырақтарды алып тастау арқылы емдеуді бастау керек. Ауру өсімдік 1% бордо сұйықтығымен немесе басқа фунгицидтік препараттармен өңделеді. Егер сіз анториумды уақытында суарып, оған жоғары байлық берсеңіз және оны қажетті жылумен қамтамасыз етсеңіз, гүл иелерін сау келбетімен қуантады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода гүлдердің қалай күтімін жасау керек бөлісетін боламыз. Назарларыңызға рахмет.